Ғажайып әлем. Алланың құдіреті шексіз ғой. Таң қалудан жалықпаймын. Бүгінгі естіген оқиғамды баяндап берейін. Ақмаржан мен Ержан бір мектепте оқыды. Ержан Ақмаржаннан 2 сыныпқа жоғары оқыған. Ес білгелі Ержан осы қызға ғашық. Бұлай айтқанда, бүкіл мектептегі жігіттер ғашық десем болады. Ақмаржан өте әдемі қыз. Тал бойында бір міні жоқ. Көркіне ақылы сай, биязы, салмақты, сабырлы. Ержан ауылдағы бір дөкейдің қара домалақ баласы. Не ішемін, не киемін деген уайым жоқ. Жағдайының бәрі жасалған. Бірақ соған қарамастан өте қарапайым, баймын деген өркөкіректік бойында жоқ. Ал Ақмаржан қарапайым отбасынан шыққан қыз. Отбасында ата-анасы және өзі ғана бар. Ержан мектепте жүргенде неше рет сөз айтып, Ақмаржанды еш қарата алмады. Кейін өзі мектеп бітіріп, жоғарғы оқу орнына түсті. Ал Ақмаржан 2 жылдан соң бітіріп, қалаға оқуға келді. Мектеп бітіргенін күтіп жүрген Ержан қалаға келген Ақмаржанды торуылдауын қоймайды. Бірақ алып қашып та кетпейді. Тек Ақмаржанның өзіне деген сезімін оянуын күтіп жүргендей. Күнде тәттілер мен гүл шоқтарын әкелуді жалғастыра береді. Ержанның қоймайтынын білді ме, әлде өзін Ержаннан артық жақсы көретін жігітті таппайтынын түсінді ме? Ақмаржан Ержанға өз келісімін береді. Ержан жоғарғы оқу орнын бітіргесін, екеуі үйленеді. Ақмаржан одан әрмен оқуын жалғастырады. Барлық оқу ақшасын Ержан өзі төлеп тұрады. Ақмаржан ешқандай қиындық көрмеді, алақанына салып жүрді. Өзің емес, өзіңді сүйгенге шық деп бекер айтылмапты. Жыл өтіп тұңғыш перзенттері дүниеге келді. Ақмаржан ұл босанды. Ержан өзінің ізін жалғастырушы келді деп қатты қуанды. Ұлы 2 жасқа келгенде Ақмаржан қатты ауырып қалды. Тексерілсе, қанында бір өзгеріс бар болып шықты. Дәрі-дәрмекпен жүресің, енді босанбайсың, босануға болмайды деп дәрігерлер қатаң ескерту жасайды. Ержан да келіншегін апармаған жері қалмайды. Еш өзгеріссіз, амал жоқ. Дәрігердің айтқанын жасап, күтініп, сақтанып жүрді. 5 жылдан бері тек дәрімен жүр. Сол баяғы ауруы еш өзгермеді. Ержан мен Ақмаржанның ұлы 5 жасқа толды. Өзі жалғыз болған соң ба ерке болып өсіп келеді. Ақмаржанға ұлының жалғыз болғаны жанына бататын. Өйткені өзі үйдің жалғыз қызы, сырласатын ешкімі жоқ, баласының бауыры болғанын қалайды. Бұл шешімін Ержанға айтып еді, ұрсып шыға келді. Маған керексің, түсінесің бе? Сенен айырылып қалғым келмейді. Енді мұндай әңгімені айтушы болма, естімейтін болайын, дейді. Ақмаржан бәрібір күнде ойдың үстінде жүр. Бәрібір ауырып жүрмін. Одан да ең болмағанда балама серік тауып берсем деп, ешкімнің сөзін тыңдамай, ешкімге айтпай, неде болса тәуекел деп көтереді. Ержан да білмейді, өйткені ешкімге тіс жарып айтпайды. Қабылдап жүрген дәрісінің біреуінде ішпей қояды. Іштегі баласына зияны тимесін деп, 3 айға жақындаған кезде дәрігерге есепке тұруға барады. Мұны естіген дәрігер әбден ұрсып, жаныңды ойламайтын адам екенсің. Болды, қазір барамыз ба, алдырып тастаймыз. Саған болмайды. Бұл баланы босанатын болсаң, тек біреуіңді аман алып қаламыз. Бұл менің шешімім. Не болса о болсын, алдырмаймын. Қалай болса да босанамын, дейді. Үйдегі ата-енең жолдасың біле ме? Жоқ, білмейді. Мен солай шештім. Оларға айтсам қарсы болатын еді. Енді не болады? Ертең жағдайың нашарлап кетсе, қайтесің? Маған бәрібір. Тек аман есен босансам болды. Ақмаржанды райынан қайтара алмайтынын біліп, жарайды, онда менің қатаң қадағалауымда боласың. Мен не десем, соны жасайсың. Ертең барлық қан талдауларын тапсыратын бол. Содан соң көреміз, деп шығарып салады. Үйіне келіп барлық жағдайды ата-енесіне, жолдасына айтады. Мұны естіген жақындары қыздың ата-анасына хабарласып, барлығы дүрлігіп, Ақмаржанға ұрсып, жағдайын түсіндіреді. Әкесі мен анасы жылап та жүр. Не болады, енді алдыра салшы. Көз алдымда аман есен жүрші. Балаңа еге бол, соны өсір, үйлендір, қызығын көр. Саған не жетпейді, ұлың бар ғой, деп ұрсып та алды. Бірақ ешкімнің сөзіне құлақ аспайды. Ақмаржан бір беткейлік танытып, ешкімді тыңдамай қояды.
Амалы таусылып жақындары көнбеске болмады. Ертесіне таң азаны мен қан талдауға барып тапсырып кетеді. Бірсі күні дәрігері хабарласады. Маған ертең тез арада кел, алдыңғы талдауларыңды ала кел дейді. Ертесіне осыған дейін тапсырған қан талдаулары мен дәрігердің жазып берген қағаздарын апарады. Әрі-бері барлығын қарап шыққан дәрігер басын шайқап, мынаны қарашы, деп қағазды көрсетеді. Сенің 5 жылда тапсырған қан талдауларыңның бәрі бірдей. Бірақ кеше тапсырғаның мүлдем басқа адамдікі секілді. Таңданып отырмын. Ауысып кетпеді ме екен? Қайта тапсырып көрші, қайта көрейік, дейді. Ақмаржан біраз күн өткен соң қайта тапсырады. Асыға күтіп жүрген дәрігер қорытындыны шығара сала, қағазға шұқшия қарап отырып, «О, Алла, құдіретін неткен күштеді. Қалайша бұлай болды? Бойына бала бітірдің де, анасына да шипа бердің». Кешке жұмыстан асығып шыққан дәрігер тіке Ақмаржанға қарай құстай ұшты. Жақсы жаңалықты естіргісі келіп, үйіне бара сала аяқ кемін шешер-шешпестен Ақмаржанға қарап, сенің қан талдауың жақсы шықты. Мұндай жағдай бірінші рет деп таңданысын жасыра алмады. Мұны естіген Ержан да, ата-аналары да жылап жіберді. Араға алдай салып Ержан мен Ақмаржан қызды болды. Әп-әдемі, дені сау болып туылды. Кішкентай бүлдіршін үйіне бақыта келді. Содан бері міне 3 жыл өтті. Қазір Ержан мен Ақмаржан ұлы мен қызының тәтті қылықтарына тоймай бақытты ғұмыр кешуде. Қызы тура Ақмаржанның кішкентай кезі екен. Өзінің қылықтары мен барлығын бақытқа бөлеп жүр. Алланың құдіреті шексіз ғой шіркін. Естігенде таң қалдым. Адамнан емес, Алладан сұра деген осы шығар. Соңы.